Амансыздар ма, құрметті көрермендер. Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырысымен азаматтық бастамаларды қолдау орталығының грант аясында жүзеге асып жатқан тегін сабақтар легін жалғастырамыз. Есімім Шамил Қарақожа, эксперт маман. Алдыңғы сабақтарда біз акциялар, облигациялар туралы толықтай түсіндіріп кеткен болатынбыз. Сабақ толық соған арналды. Қор биржалары деген не, акциялар қайда сатылады, қалай сатылады деген секілді. Енді сол акцияны бізге сатып алып беретін кім деген жерге келіп тоқтаған едік. Олар әрине брокерлер. Брокер деген кім, олар қалай жұмыс жасайды, қандай комиссиялар алады, брокерлер Қазақстанда қандай брокерлер бар деген секілді сұрақтарға осы сабақта жауап беретін боламыз. Ары қарай брокерлік компаниялардың брокердің шоттарын нарықтағы рөлі, инвестициялауға нарықтағы мүмкіндіктер және тәуекелдер. Акция сатып алуды неден бастаймыз? Алдыңғы сабақта акцияның барлығын айттық қой. Акция сатып алу ең алдымен шот ашудан бастау керек. Шотты брокерлік компаниялар арқылы ашамыз. Оған қазіргі елдегі цифровизацияның дамуына байланысты тек қана құжатпен немесе имин арқылы ғана шотты автомат түрде ашып алуға болады. Көп жүгіру, баяғыдай ешқандай қиындық жоқ. Ең алғаш акцияны сатып алу үшін бірінші брокерлік компаниядан шот ашудан бастаймыз. Биржевой брокерлер қандай қызмет атқарады енді? Олар не үшін керек? Неге бірден акцияны сатып ала салмаймыз деген секілді сұрақ туындауы мүмкін. Брокер дегеніміз клиенттердің атынан қаржылық операцияларды жүзеге асыратын, былайша айтқанда делдал. Неге олай ойластырылған? Себебі бұл бұрыннан қалыптасқан осындай жүйе. Енді миллиондаған адам алғысы келеді, олардың барлығы барып биржаға заявка берсе, биржа оның барлығын былайша айтқан кезде қарап та үлгермеуі мүмкін. В моменте сол сәтте оларға қызмет көрсете алмайды. Сол үшін де брокерлер, яғни пайда болған, былайша айтқан кезде алып сату, жаңағы заявканың бәрін жинап әкеліп беру деген нәрсенің барлығын қор нарықтары аутсорсингқа берген ғой, былайша айтқан кезде. Оларға жеңіл болу үшін, жақтан келген клиентке жеңіл болу үшін брокерлер, міне мұнда тұрған клиенттердің барлығын, бұл клиент деген жеке адам болуы мүмкін, немесе заңды тұлға компаниялар болуы мүмкін, немесе инвестициялық қорлар болуы мүмкін, осындай акция алып сатумен айналысатын. Солардан барлық заявканы жинап алып келіп, биржадан олар берген заявка бойынша, өтінім бойынша қажетті акцияларды қажетті мөлшерде сатып алатын компанияларды брокерлік компания деп айтамыз. Брокерлік компанияның негізгі бірнеше түрлері бар. Соның ең кең тарағаны, ең қажеттісі ол толық қызмет көрсететін брокерлік компаниялар. Олардың қызметіне не кіреді? Жоғары деңгейлі қызмет көрсететін инвестициялық кеңестер. Ең бірінші, мысалы, қанда өздерінің сайттарында, өздерінің жеке кеңесшілері, әрбір клиентке тағайындалған кеңесшілер арқылы, немесе ақпараттық порталдар арқылы әрбір квартал сайын, немесе әрбір акция шығайын деп жатқан, IPO-ға шығайын деп жатқан компания туралы, немесе нарықта болып жатқан соңғы жаңалықтарды барлығын өздері саралап, арнайы өздерінің сарапшылары, аналитиктер отырады. Солар жалпы өзінің клиенттерімен бөлісіп отырады ақпараттарды. Сонда үлкен кеңестер беру кіреді толық қызмет көрсетуші брокерлік компанияның қызметтерінің біріне. Басқа брокерлер бар, қазір айтамыз, дисконттық брокерлер деген бар. Олар тек қана алып сатумен ғана айналысуы мүмкін. Сіздің айтқан заявканы береді, барып сатып алып береді. Ешқандай кеңес, сіз үшін анализ жасау, аналитика жасау деген қызметтерді көрсетпейді. Комиссия мен алымдар, брокердің негізгі табыс көзі, ол комиссия мен арнайы бекітілген алымдары бар, өзін алдағы уақытта айтам. Соларды сізден ұстау арқылы табыс табады. Сәйкесінше толық қызмет көрсететін брокерлер басқаларына қараған кезде жоғары комиссия, жоғары алымдар алады. Нарықтар мен өнімдерге қолжетімділік. Кез келген брокер, кез келген биржада сауда саттық жасауға рұқсаты болмауы мүмкін. Көп жағдайда толық қызмет көрсететін брокерлерде көп жағдайда оларда Қазақстанның қор нарығында, Американың қор нарығында, Лондонның қор нарығында сауда жасай беруіне рұқсаттары бар, лицензиялы алған болып табылады. Автоматтандыру деңгейі. Бұлардың көрсететін сервисі ғой, жалпы айтқанда сервисі толық қызмет көрсететін брокерлерде жоғары деңгейде автоматтандырылған қызмет көрсетеді. Дисконттық брокерлер. Негізгі операциялар, төменгі комиссиялар. Бұлардың ұтатын жері төменгі комиссия алуы мүмкін, бірақ та жаңа айтқандай кеңестер, немесе көптеген биржаларда сауда жасауға болатын мүмкіндіктерді бермейді.
онлайн брокерлер бұл классикалық брокерлер немесе дисконттық брокер болуы мүмкін. Тек қана артықшылықтары бұлар интернет арқылы қызмет көрсетеді. Бұл брокер арқылы акция алу кезінде онлайн, қазір енді бәрі онлайнға өтіп кетті ғой. Бұрындар қағазбен заявка берілетін болған. Киноларда қарасаңыздар бәрі қағаз бүйтіп үлкен биржаларда түсірілген кинолар бар ғой әртүрлі. Сол кезде қағаздарды телефонда отқан адамдар қағаз жазып шулап жүреді ғой. Вот солар қағазбен заявка қабылдайтын кездер болған. Ал қазір негізінен барлығы онлайнға көшті. Брокерлердің барлығы онлайн жұмыс істейді десек те болады. Енді брокер таңдау кезінде қандай критерияларға мән беру керекпіз? Ең біріншісі условия торговли дейді, яғни сауда жасау шарты қандай? Жаңағы айтқан кезде сауданы онлайн өзінің жеке мобильді қосымшасында жасайсың ба, немесе сайт арқылы жасайсың ба, ол қаншалықты сенімді, қаншалықты тез сауда жасауға болады ол жерде деген секілді сондай шарттарын, сервисін қарау керек ең біріншісінде. Одан кейін міндетті түрде екінші критерия ол қаншалықты комиссия алады. Яғни әрбір сатқан акция үшін, әрбір жасаған сауда үшін, немесе әрбір шетелдік биржада жасалған сауда үшін қанша ақша алады. Соның барлығын ескеріп анализ жасау керек. Одан кейін ақша. Енді сіз брокерлік счет ашып ақша салдыңыз, сол арқылы сол жақтан акция алдыңыз, одан кейін ол акцияны саттыңыз, ол жақтан табыс таптыңыз. Ол ақшаны ары қарай өзіңізге шығарып алып, басқа да қызметтер жасағыңыз, басқа жаққа жұмсағыңыз келеді. Сондай ғой, бәрібір ақшаны көбейту мақсатында акцияларға саламыз. Ол жағдайда сол акциядан шыққан ақшаны шығарып алудың оңай ма, ол жақтан оңай емес па, және ақшаны шығарған кезде қаншалықты комиссия ұстап қалады, оның барлығын ескеру керек. Бұл үшінші критерий. Одан кейін ол брокерлердің сенімділік деңгейі қандай, яғни ол құр өзі брокер ма, немесе бір қандай да үлкен алып компаниялардың кішігірім сондай дочерный дейді, дочерный компаниясы ма, мысалы Халық банктың брокерский компаниялары бар, сондай бір сенімді компаниялардың қол астындағы компания ма деген секілді сенімділік жағын қарау керек. Наличие лицензия дейді, міндетті түрде лицензия болу керек. Лицензияны кім береді, қазір алдағы слайдта айтамын. Міндетті түрде брокерлік қызметпен айналысуға рұқсат алған компания болу керек. Басқа жағдайда алаяқтарға алданып қалуыңыз мүмкін. Одан кейін ең тағы бір қарайтын нәрсесі, алтыншысы әрине ол брокердің осы қайдың жұмыс істеп келе жатқан тарихы қандай, одан кейін оған деген клиенттердің кері байланысы, пікірлері қандай, соны да қарау керек, жан-жақтан сұрастыру керек. Мысалы, бір кездері болған біздің Freedom Finance, Freedom брокерлер солар арқылы акция сатып алып, қандай да бір алаяқтыққа тауып болған, немесе ол компания банкрот болып кетіп қалған жағдайда бір кездері болды. Өздерінің абыройы үшін сол ақша салған клиенттердің бәріне өз қалталарынан төлеп берді. Міне сондай клиент үшін клиент ориентированный брокер ма, соның барлығын қарау керек. Брокер таңдағанда назар аударатын ең үлкен бір нәрсе ол лицензиясына қарау керек. Лицензия бар ма, ода жоқ па? Қазақстанда тіркелген брокерлерге лицензияны екі түрлі мекеме береді. Біріншісі Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі. Осының лицензиясы бар ма? Осыдан берілген лицензия бар ма? Немесе Астана халықаралық қаржы орталығы. Осы орталықтан берілген лицензия бар ма? Осыны қарау керек. Бұлардың айырмашылығы біреуінен алынған лицензия Қазақстан нарығында сауда жасауға рұқсат берсе, екіншісі бұл әлемдік нарықта сауда жасауға рұқсат беретін сондай орталық. Бұлардың сайты бойынша қазір мен сіздерге көрсетейін. Міне AX жаңа айтып кеткен қаржы орталығының сайты, Астана қаржы орталығының сайты. Бұл жерде сіздер English емес, есептік клиринг қызметі дегенге кірсеңіздер, сайтына кіріп, мына жерде қатысушылар, брокерлер деген тұр. Осы жерден қарап, мына ресми лицензиясы бар ма, жоқ па, сіздер көріп алсаңыздар болады. Ары қарай өткізе берсеңіздер, бүкіл сіз счет ашқыңыз келіп тұрған компанияның лицензиясы бар жоғын осы сайттан тексеруге болады. Бұл бір. Екінші, мына жерден де тексеріңіздер. Жаңа айтып кетті, Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі. Міндетті түрде бұдан тексеру керек. Мына қаржы нарықтары сайтына кіресіздер, дәл осылай Google-ға немесе өзіңіз қолданатын браузерге жазасыз да. Сайтына өткеннен кейін қаржы нарықтары, бағалы қағаздар нарығы және зейнетақы активтері. Сол жерде астына төмен қарай түсетін болсаңыздар, брокерлер және дилерлер деп тұр.
міне Қазақстандағы брокерлердің жалпы осы қаржы нарығы арқылы лицензия алған брокерлердің тізімдері осы жерде көрсетілген. Бұл тізімде жоқ болса, брокерлік шот ашуға ұсыныс білдіріп отырған компания, онда мүлде оған жоламаңыздар. Так, ары қарай кеттік. Лицензиясы бойынша түстік, енді түсіндік. Енді брокердің комиссиясы бойынша айтайық. Жалпы Қазақстанда жаңа айтып кеттік, 40-тан астам рұқсат алған лицензиясы бар компаниялар тұр, бірақ та бәрібір бүкіл жерде негізгі рынокты қамтып отқан топ компаниялар болады. 100% рыноктың 90% деген секілді осы компаниялардың меншігінде онда қамтып жатыр. Топ Қазақстандағы 5 брокер, олар Freedom Finance, Jusan Invest, Халық Инвест, банк Центр Кредит және де бәріміз білетін Қазпошта. Қазпоштаның да өзінің брокерлік компаниясы бар, ол да брокерлік қызметтер көрсетеді. Мен қазір сіздерге алғашқы тұрған үшеуі бойынша олардың қаншалықты комиссия алатыны, қалай оларға тіркелу керектігін, қай жақтан шот ашуға болатыны, сол туралы айтатын боламын. Так, бірінші Jusan Invest. Jusan Invest арқылы сіз Қазақстанның қор нарығында сауда жасасаңыз болады. КСД, жаңа айтқан AX-та, Астана қор биржасында сатылып жатқан акцияларды алсаңыз болады. Сонымен қатар америкалық қор биржалы нарықтарына да шығуға мүмкіндік береді. NASDAQ және Нью-Йорк қор биржасынан да акцияларды ала аласыз Jusan Invest арқылы. Егер сол жақтан шот ашсаңыз, КСД алып сатқан акцияларыңыз үшін сіз комиссия 0,45% төлейсіз. Яғни мысалы 100 мың болса 45 теңге деген секілді солай комиссия төлейсіз. AX-та 0,4. Ал шетелдік қор биржалар арқылы жасайтын болсаңыз, онда сатылған акцияның құнынан 0,1% бір төлейсіз, әрбір үштік акциясы үшін 0,01% төлейсіз. Ал бұл жерде минимальный көрсетіп қойған, мысалы айтатын болсақ, $100 сатып алсаңыз, ол жерде комиссия кем дегенде 7-6 болады. Ол дегеніміз мына жерде минимальный болғандықтан комиссия жоғары болып тұр. Жалпы комиссияларын түсіндіңіздер деп ойлаймын. Шетелдіктер алған үшін әрқайсысы осынша комиссия қосылады. 0,1% общий суммадан комиссияның, одан кейін әрбір алатын акцияның үштігі үшін, мысалы $100 бір акция алсаңыз да, немесе 10 акция алсаңыз, уже мына жерде төлейтін комиссияңыз көбейе береді. Бірақ та әрбір үштігі үшін енгізілген минималды 7-5 бар. Ол жерде мысалы сіз 5 қана акция алып тұрсыз, бірақ та 0,01 мен есептеген кезде ол 7-5-ке жетпейді. Бірақ компания минималды порог енгізгендіктен $7-5 қосып алады. Так, екіншісі Халық Финанс. Халық Финанстың КСД жұмыс істеген үшін, сауда саттық жасағаныңыз үшін алатын комиссиясы 0,04%. AX-те жұмыс істеген үшін алатын пайызы 0,04. Минималды 100 теңге алады. Жаңа айтып кеттік, егер сіз сауда 100 мың теңгеге жасадыңыз, 0,04 болса, ол жерде 40 теңге ғана болып қалатын болса, онда ол 40 теңге алмайды, минималды суммасы сол 100 теңгені ұстайтын болады. NASDAQ Халық Финанс арқылы сіздер америкалық қор биржаларында да сауда жасасаңыздар болады. NASDAQ-та, Нью-Йорк қор биржасында, бірақ та бұл жерде алатын комиссиялар мүлде басқа. Біріншісі, бірден осы комиссиялар бір сатып алуға байланысты. 0,1% общий суммадан бір комиссия ұстайды, плюс сыртқы брокерлердің қызметі деп 0,03% бір ұстайды. Одан кейін локалды кастадион, яғни сіз үшін акция сатып алып, өзінде сақтаған үшін Халық Финанс 1500 теңге бір алады. Одан кейін глобалды кастадион үшін, ортадағы арғары Америкада жұмыс жасайтын кастадиондар үшін тағы да $9.83 комиссия ұстайды. Бүйтіп қарасаңыз, Халық Финанстың комиссиясы Jusan Investен жоғары болып тұр. Кастадион дегеніміз сіз үшін акцияларды, бағалы құнды қағаздарды өзінде сақтайтын, өзінде ұстайтын мекеме, компанияны айтады. Freedom Broker Қазақстанда жалпы екі түрлі компаниямен қызмет жасайды. Біріншісі отандық рынок үшін, отандық қор биржаларында жұмыс жасайтын компаниясы Freedom Broker. КСД комиссиясы 0,4%, ал AX бойынша 0,09% комиссия ұстайды. Ал екінші бір компаниясы бар, Freedom Global. Бұл әлемдік қор биржаларында жұмыс істеуге мүмкіндік беретін компания, брокерская компания. Бұл арқылы сіз
Франкфурт, Борше Франкфурт, яғни германский қор биржасына шықсаңыз болады, Британияның Лондон биржасында сауда істесеңіз болады, Гонконгта немесе Нью-Йорк биржасында және Насдакта сауда жасай аласыз. Сол жақтан акция облигацияларын сатып аласыз. Тағы да бір үлкен мүмкіндігі, бұл америкалық компаниялардың IPO-сына да қатыса аласыз. Мысалы айтатын болсақ, бұрындары Tesla 8 жыл бұрын IPO жасады, шатаспасам $6 ғана ма шықты сол IPO-сы. Сол IPO-ға қатысып, сол кезде сатып алсаңыз, қазір ол компания $230, $300 дейін әр кезде де көтеріп ойнап тұрады. Қазір уже қанша есеге өсіп, қанша есе табыс табатын едіңіз. Бұл сондай үлкен мүмкіндік береді Freedom Finance компаниясы. Енді бұларда счет ашу қалай жүреді, қандай сайттары бар, сол бойынша көрсетіп кетейін тағы да. Так. Айтып кеткенім Jusan Invest компаниясы. Jusan Invest брокерлік компаниясы. Jusan Invest деп Google-ға жазып өтсеңіздер, уже бірінші демо счет ашып, сіздер демо счетпен, яғни компания беретін мүмкіндік тоже демо счет, былайша айтқан кезде демо версия деген нәрсе өтірік ақша береді. Сонымен алым саттық жасап, жалпы былай тексерсеңіздер болады өздеріңіз. Не нәрсе, қандай плюс минустері бар деген секілді. Осы Jusan Invest'ің сайты, счет ашу үшін мұны басып счет аша бересіздер, кейін ары қарай мобильді қосымша арқылы сауда саттық жасайсыздар. Халық финанста да дәл солай, өзінің сайт арқылы кіріп, толық басқа да ақпараттарын білсеңіздер болады. Счет ашу үшін бұл компанияда да мобильді қосымшасы бар. Бәріміз қолданатын Халық банктың қосымшасында кіріп, дәл қазір қарасаңыздар, Invest деген жер бар. Сол жерде счет ашуға болады мобильді қосымшасы арқылы. Ары қарай дәл сол жерден жаңағы приказларды беріп, акцияларды сатып ала аласыздар. Freedom брокердің екі түрлі сайты болғанымен, міне Freedom бізге қажет негізі. Осыдан бірден ашсаңыздар болады Freedom Finance Global арқылы. Себебі бұлаған аша отырып, сіздер әлемдік қор биржаларында сауда саттық жасай аласыздар. Онымен қатар қазақстандық компанияларында акцияларын касы AX-тен сатып алуға мүмкіндік береді. Бұның да TraderNet деген өзінің компаниясы, мобильді қосымшасы бар. Міне TraderNet қосымшасы арқылы, QR арқылы өтіп, қосымшаны жүктеп, сол жақтан счет ашып, ары қарай жұмыс жасай берсеңіздер болады. Так, презентациям қайта келейік. Брокерлік счеттар бойынша. Брокерлік счет қаржылық құралдарды сатып алу үшін ашылатын счет. Қазақстан бойынша қазірде 2 миллион, бұл ақпарат бізде 1 сәуір кезінде берілген ақпарат, 2.085.210 счет ашылған, яғни тұрақты түрде акция алып сатып жатқан адамдар көп, бірақ та Қазақстанда әлде акция алып сату деген мәдениет толық қалыптасқан жоқ. Мысалы айтатын болсақ, соңғы 2018 жылғы зерттеу бойынша Америкада 53% жас балдардың өзінде, мысалы бізде көп жағдайда инвестицияны тек үлкен болған кезде, 30-дан асқан кезде жасайды ғой, ал 53% жаңа мектеп бітірген адамдардың өзі осындай бағалы құнды қағаздарды сатып алып, сол жаққа ақшасын салады екен. Бағалы құнды қағаздарға ақша салу, оны ұзақ мерзімде салу сізге былайша айтқан кезде жақсы зейнетті өмір сүруге мүмкіндік беретін сондай құралдар ретінде қарасаңыз болады. Қазақстанда ашылған счеттар осындай, соотношение возрасттар бойынша, ал бізде 18 бен 24 жаста тек 15%, Америкада 53 болса, бізде 15% ғана, 25 пен 34 31%, міне 38%, 35, 54 жастағылар ғана, негізінен 55 жастағылардық тек 14% ғана екен. Көп басымы еркектер жағында 50, 49-да 8 әйелдер жағы. Былайша айтқан кезде теңдей екен. Так, жалпы Қазақстанда ашылған счеттардың көрсеткіші осындай. Негізгі, егер өздеріңіз қаласаңыздар, мен ұсынатын компания ол Freedom арқылы жұмыс жасасаңыздар болады. Барлығын онлайн ашсаңыздар, ары қарай спокойно сауда саттық жасай аласыздар акциялар. Мен өзімде осы Freedom брокер арқылы жұмыс жасаймын. 2022-ден бері қанша негізгі акциялар осы Tesla, Каспийдің акциясын алып саттық. Одан кейін өздері
жеке қаржылық, жаңа айтып кеттік алдыңғы сабақтарда, қаржылық кеңесшіге жолыққан дұрыс деп. Қаржылық кеңесшісі бар, оның өзі де WhatsApp-пен жіберіп отыратын жағдайлар болатын. Осындай акциялар мен зерттеп қойдым, осындай жағдайда салсаң болады акция, немесе осындай акцияларың болса лучше сат жерінде деген секілді. Компания уақыт сайын, квартал сайын әртүрлі отчеттар жасап отырады, IPO-ларға қатысуға шақырып деген секілді өзінің жақсы ұсыныстарын беріп отырады. Freedom Broker'ге реклама болып кетті ма? Жалпы өзімнің қолданатын нәрсемді айтып жатқан жайым бар. Жалпы деп айта бермеймін, брокер таңдайтын болсаңыздар, осы үш компанияның бірінен алсаңыздар, біреуінен счет ашсаңыздар болады. Ары қарай ыңғайсыз болып жататын болса, мысалы Freedomнан көріңіздер, ол жерде жұмыс жасау ыңғайсыз, комиссиясы может көп болып жататын болса өзіңіз үшін да, немесе мүлде сізге ыңғайсыздық тудырып тұрса, халықтан тексеріп көріңіз, болмаса жусаннан тексеріңіз деген секілді. Ары қарай жалпы жұмыс істеу барысында өзіңізге ыңғайлысын тауып аласыз. Мүмкін бір компанияда сіздің таныс брокерлеріңіз бар деген сияқты ғой. Келесі сабақта біз қор нарығынан бөлек компанияларға жеке-жеке тоқталатын боламыз. Жалпы инвестиция нарығында қандай қағидаларды ұстану керек, акцияларды сатып алу барысында, немесе қандай компаниялары бар, қай компанияларға салуға тұрарлық, қайсыларына мүлде жоламау керек деген секілді ақпараттармен бөлісетін боламыз. Бүгінге сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.